Сол күні әкесі әккілігіне салып, бүгін қызыл сиырды падаға айдаудың қандай мәні барын бала көңіл түсініп, түйіп те түсіне алмады. Қайда апарамыз деп те сұрады жолға шығарда. Бұл оның тілінен шыққан соңғы сөз болды. Әзім сөзін сауалмен аяқталдады. Қазір көресің деген сүлесоқ жауап естіген еді. Бір қора сиырдың ортасында басы төрт-бір шабадандай дәу қара бұқа түксиіп жүріп, бір сәтте өзі қалаған сиырдың жамбасына жабыса кетті. Лездеме бұқалық міндетін атқарып болып, қара жерге шәу етінің қалған құтқанын ағызып тамызып, басын төмен салып, айналып біраз жүрді де, тағы да екі аяғын көтеріп, қалаған жамбасқа қонжая кетті. Ұйлыққан қысыр сиырлар былшық көздерін анда-санда бір жұмып қойып, бастары салбырап, кезек күткендей сыңайы бар. Бір кезде әкесі қораны сырттай қарауылдап жүрген жігітке 3 сомдықты ұстатып еді. Әлгі ағаш есікті ашып тастап, қара бұқаны сыртқа шығарды. Бұқа боз топырақты салақтаған жалпақ тілімен 1-2 жалады да, белі жіңішке қызыл қашарға тұра ұмтылды. Қызыл қашар бір тұтам белі майысса да, өзінің аналық міндетін атқарсам деп шыдап бағып, аузынан сілекейі ағып, теңсеріп кетіп, тізесі бүгілмей көзін жұмып қалды. Иіліп сиырдың жамбас тұсына қараған әкесі, әдемі деп таң-тайын қақты. Оның несі әдемі екенін Әзім біле алмады. Қай жері әдемі деп те сұрай алмады. Қасап әке жатырға сүңгіп кеткен қызыл біздің ертеңгі бұзау бүрсігіні торпақ тайынша екенін балаға білдіріп ашып айтпады. Сосын төмен иілген әкенің қасына келіп, Әзім де еркек пен ұрғашының жануарлық жыныс қатынасына таңғала шұқшиғанда, алдыңғы аяғы талғандай жамбастан ауыр салмақты алып түскен бұқа көздерін алартып тұра ұмтылды. Бала тұра қашты. Зілмауыр бұқа жамбастан түскенде жүйрік болып кетеді екен. Балаға жетіп қалып, үшкір мүйізін дәлдеп басын төмен сала бергенде, ол шалт бұрылып етбетінен түсті. Бұқа басын шайқап қатты сілкіді. Топыраққа аунап түскен бала мүйізге үлінбей қап, ентіккен бұқа екпінмен алға озды. Бері қарай қаш деп айқайлаған әке бәрі де қызғаныштан болғанын білді. Адамның қызғанышы жануардың қызғанышының жанында жолда қалады екен. Бұқа тектес дүлей нәпсісі қозған шақта ештеңені көрмейді. Бекер үңіліп, бекер кедергі келтірдің деген иірім ой ішіне үйілген әке бері қарай қаш дегеннен басқа әрекетке бара алмады. Үңілуді өзі бастаса да, көргенін, істегенін баланы көңіл шіркін кінәлай берді. Бала орнынан ұшып тұрып, бері қашқанда ауыр буырылған бұқа артына жетіп те қалған еді. Әкеге қарай шалт қисая бұрылғанда күпәйкесінің жеңін іліп, мақтасын бұрқыратып кетті. Баланың жан дауысы шықты, бірақ бұрынғыдай емес, бір түрлі бұрқынған, бақырған, қосылдаспаған доңыз дауысы естілді. Бір жерің ауырып қалған жоқ па? деген әке сауалына жауап бермей, есалаң адамша ентігіп, айдалаға қарай безек қағып қаша жөнелді. Қара бұқа нәпсінің мазағын және мазасын алған екеудің дегендей әкесіне алара бір қарап, баласының соңынан тағы да тұра қуды. 3 ай сүрленген жүгерімен күн жара беріп бағып, мәйегі тамған бұқаны іске алған Бертай аяқ астынан келген 3 сом үшін бір қора сиырдың обалына қалдым-ау деп жан ұшырып бара жатқан баладан гөрі ұйлыққан бір қора сиырдың қамын ойлап, бұқаның соңынан тұра жүгірді. Бала бет алды бесіп барады. Бұқа тайраңдап соңынан тартып барады. Қолына жұп-жұмыр қарағаш іліккен бұқа бағушы айналып барып, қиялдап кеп, бұқаны қақ маңдайдан екі қойғанда, ол есін жиып алып кері бұрылды. Бақырып шақырған баланың айқайы ауаға сіңіп, өзі көз ұшында көрінбей қалды.
Маңдайына соққы тиген қара бұқа қайқылдап келіп ашық есіктен екпінмен кірген бетте өзі кепеттес жуан бел сиырдың жалпақ жамбасына жабысып түсе сала демін алмастан тағы да екі аяғының арық сиырдың артына артты. Өшін ұрғашыдан алмаққа ұмтылғандай өршеленіп өз ісіне құмбыл кірісіп сыртта тұрған жіңішке бел қашарға басын бұрып қарамады да екі асылуы керек еді. Екіншісі болмады. Атаңа нәлеттің баласай деп қақсаған әке қаңғып кеткен ұлын емес, қан базарға түсер ертеңгі ірі қараны ойлады. Ақсақал, енді 3 күннен кейін әкеліңіз. Ашуы тарқамайынша сіздің сиырға асылмайды, деп бұқашы Бертай адал сөзін айтты. Баланы ендігар мұндай жерге ертіп келмеңіз. Атаңа нәлеттің баласай деп қызыл еттің қызығын көрген қасапшы Әбу әлі қос мүйізге бас шіпті іліп, құмары қанбай қалған қызыл қашарды сүйрей жөнелді. Тілден айырылған әзім қалш-қалш етіп дірілдеп, көз алдында басы шабадандай 4 бұрыш бұқаның бұлшық басқан әлем тапырақ қып-қызыл көзі елестеп, сиыр базға жақын моланың шетінде бүк түсіп бұғып жатыр еді. Қою түнге қалдырмай тауып алған ағайын амансың ба деген сауалға жауап бере алмаған әзімнің жүйке тамыры тартылып мұлғау болып қалғанынан бейхабар болатын. Қорыққан шығар, қайтеді дейсің деп бірін-бірі жұбатқан олар үн-түнсіз қалған баланы алдарына салып үйге алып келді. Осы күні қазақтың кең даласында бір қойшының қыстауы өртенді. Қыстау деген аты қасқырдың апанындай терең қазылып, үсті сары қамыспен жабылған қойшының жанына сая үңгір жер кепе еді. Кепенің ортасындағы маздап жанған жер ошақтан ұшқан ұшқын сары қамысқа тиіп, сарылдап жанғанда әуелі ақ қардың табан астындағы сықыры секілді естілді де, қарқын ала гулеген соң дәл бір аттылы әскер дүрсілдеп шауып келе қалғандай жаныңды тітірентті. Жеркепенің азабын айтпа. Нөсер жаңбырда түтін жапқан топырақтан су өтіп сары қамыстың арасынан төмен саулағанда қойшының үйі кішігірім күлшікке айналатын еді. Қара қазан 3-4 челек дөңгеленген тостақ ерін күйдірген шай кесеге дейін қара суға шөлпілдеп төліп тұрғанда Аяжанға бәрі де қызық көрінетін. Әншейінде водовозға телміріп, ауыз суды поштадан хат күткендей аңсайтын шопан үйінде бір сәтте шөлпілдеп суға толған қазан ошақ пен